Трамптың орналастыруы таңғажайып болды. Әдетте Трамп кез келген басшыны қабылдағанда үш басқышпен қабылдайды. Бұл оның кәнігі, дағдылы, жұрттан бөлек, елден өзгеше бір жұмыс формасы, жұмыс тәсілі. Яғни, ол шетелдік лауазымды тұлғаны алдымен президенттің сопақ бөлмесіне, сопақ үстеліне шақырады. Ол жерге ол сонымен қатар журналистерді бірден шақырады. Әлгі журналистердің алдында екі елдің лауазымды тұлғасы алдымен журналистердің сұрағына жауап бере отырып өзара сөйлеседі. Бұл бірінші басқыш. Алдыңғы жолы Үндістанның басшысы Модимен де, одан кейінгі француздың Макронымен де, оның алдында Жапонның премьерімен де, оның алдында Нетаньяхумен де Трамп осылай кездесті. Қазіргі Зеленскиймен жүздесу анығында бірінші Нетаньяху, екінші Жапон, үшінші Моди, Үндістан, төртінші мынау Макрон, Зеленскиймен кездесу бесіншісі болып отыр. Біз айтқан болатынбыз, Трамп өзінің сыртқы саясатында Еуропаны мүлде елеусіздендіріп отыр. Еуропадан көшбасшы елдердің ешқайсысы әлі кезіккен жоқ деп. Бірақ көрдіңіз бе? Күнбатпас империяның мұрагері Ұлыбританияның патшасы Чарльз шақырыпты. 50 жыл ма жарты ғасыр қанзада болған Чарльз тақтың билігін алғаннан кейін енді Американы сен келіп кет деп отыр. Жол бойынша да ол патша, тарихи дәстүрлі лауазым иесі. Ода ешқандай билік құқы болмағанменен ол азуын айға білеген әулеттің, яғни Англияны, бүкіл дүниені керек десең кезінде Американы билеген Англияның мұрагерімін. Менің ата-бабам ана сен тұрған елді билеп тұр деп, Англия Трампты шақырыпты. Трамп бара ма, бармай ма қазірше белгісіз. Бірақ Макрон шауып келді. Ол шауып келді. Оның артынан іле-шала Жасылбай шауып келді. Бірақ қазір барлықтарыңыз көріп отырғандай, бұл бір таңғажайып, ақылға сыймайтын, логикаға сыймайтын, тіпті әттеген-ай дейтін, тіпті әлгіні көріп отырып, менің өзім телевизорды қайта-қайта неше мәрте өшіріп тастадым. Қысқасы, мен күткен кездесу болған жоқ. Жұрт күткен кездесу болған жоқ. Әсіресе орыстың тепкісін көрген, Советтің қорлығын көрген, әлі де сол орыстың езгісінде жатқан, фейк тәуелсіздікпен ғана алданып отырған, шынайы тәуелсіздікке қол жеткізе алмай отырған, бүкіл байлығын орыс сүліктей сорып отырған, орыстың сайлаған, тағайындаған, орыс құлдары билікті ұстап, халықты жоқшылықта, кедейшілікте ұстап отырған Орта Азиядағы елдер бұл жолғы бұндай кездесуді күтпеген деді. Бірақ біз Америкаға өзімізге қолайлы, біздің мүддемізді ойлайтын басшыны тағайындай да алмаймыз ғой. Керек десең біз сайлай да алмаймыз. Американың басшысын Американың халқы тағайындады. Американың мүддесіне қолайлы деді. Қаптаған қалың келімсекті қуса, өз үйімізде өзіміз өмір сүрсек, және мынау айдаладағы атасы басқа, иті қара қасқа екі орыс, яғни Украинда орыс, орыста орыс, сол екеуінің соғысына бола не үшін қарапайым америкалықтың қалтасынан ақша шығындау керек? Неге біздің азық-түлігіміз, өмір сүруіміз қымбаттау керек дейтін америкалықтар оны сайлады, таңдады. Енді Ақ үйдегі жүздесу туралы мен видеоның барлығын көрсетіп, анау әйткенде, мынау биткенде деп айтқым келіп отыр. Анау әйткенде, мынау битті, мынау биткенде, анау әйтті деп айтқым келіп отыр сөздің шыны. Бірақ бұл жерде тағы бір қызық нәрсе тұр. Мен онсыз да бұл тақырыпты менен басқа да жұрт айтты да. Бірақ мен бір қызық нәрсені сіздерге айтқым келеді. Тікебай шалда бүкіл қалқарада қалыптасқан нормаларды тасталқан қылды. Өз үйінде, өз елінде отпен оқтың ортасынан келген Жасылбайға ауыз жүзінде болса да, ана қалың сырт көз сыншы журналистердің алдында болса да бір сыпайылық таныта қойған жоқ. Үйіне кірген
жыланның басына ақ құйып шығаратын қазақ үшін бұл енді өте түсініксіз жағдай. Өте түсініксіз жағдай. Бірақ Зеленский де өзінің танымал майталман саясаткер еместігін көрсетіп алғандай болды. Азуын айға білеген алпауыт елдің, Украинаға көмегі тиген елдің, қарумен де, қаржымен де қолдаған елдің қазіргі басшысының алдында кем дегенде ол сөйлегенде жарысып, сөзін ортасынан бөлмей, немесе оның орынбасары Жидиуанов сөйлегенде де оған бірден тап беріп, беттен алып төске шаппай, сәлде болса, ешкіні апа деп текені жезде дей тұрған кезде, сәлде болса, бетегеден биік болып, жусынан аласа бола тұрған кезде, әлде қалай болар ма еді деп, әттеген ай деп, бармағымызды шайнағандай болдық. Бірақ Жасылбайды жұрттың бәрі Жасылбай батыр екен, ер екен, қайтпады, тайсалмады, сынбады, берілмеді, үрікпеді, қорықпады деп мақтап жатыр. Иә, бізде сіздер ұйықтап жатқан кезде, сіздердің уақытпен түнгі сағат мөлшермен 1-2-нің кезінде, ай, сабазым қайран Жасылбай ай, қалай болмасын саған құрметім бөлек деп бір пост салып қойғанымыз бар. ютубтың пост жазатын жерін, жазу жазатын жерін қарасаңыздар, сонда тұр. Жасылбайдікі ерлік па? Кейде батыр аңғал дейтін қазақ бар. Және қазақтың сөзі бар, бай бір жұттық, батыр бір оқтық деп те осы қазақ айтатұғын. Енді осының барлығын ойлай отырсақ, кейде қасқайып тұрып, шындықты айтқаннан, кейде күліп тұрып, естісең де естімеске салып, көрсең де көрмеске салған әлде қайда қолайлы болар ма еді. Ол жағын әр каллада бір қиял дегендей, әр тыңдарман, әр саясатқа қызығушы оны өздері бағалай жатыр. Бірақ бүгінгі осы Американың уақыты бойынша, біз міне Американың түнінде отырмыз. Американың түнінде, қақ түнде отырмыз. Бүгінгі Ақ үйде болған оқиға анығы керек. Бір ғана адамды дүние бойынша қуантқан болуы мүмкін. Ол Есерсоқ Пөтенжан. Ол қатты қуанды. Ол мүмкін бүгін ең сасық водкасын алып шығып, ішіп, мәз болып, Маркстің, Лениннің, Сталиннің аруағына рахметін айтып, қуанып жатқан болуы мүмкін. Енді сізбен біз Тікебай неге өйтті, неге бүйтпеді, қолында тұр ғой, Ресейді тасталқан қылса көрдің аузында жатыр еді ғой, енді 1-2 күшеп жүрсе Ресейді тізеге басып күлін көк ұшырар еді ғой деп ойлаймыз ақ. Е, орыстан құтылу бәріміздің арманымыз, Орта Азияның арманы. Өкінішке орай, Америка өйтіп ойламайды. Америкаға құрыған, құтырық, есерсоқ басшысы бар, ешқашан өндірісте алға дами алмайтын, ешқашан ғылымы озып алға кете алмайтын, экономика, финансы дамымайтын, өндірісі дамымайтын, тек жер асты қазба байлығына ғана ек сүйеген, халқы демократияланбаған, ақпараты биліктің қолында болған, әділ ашық сауда болмайтын, әділ ашық сайлау болмайтын, құрыған құрдымға кеткен дүние Ресей керек. Және бұндай Ресей Еуропаны үнемі қорқытып, үрейлендіріп, Еуропаны Американың дәргейіне бас ұрғызтып тұру үшін де керек. Және бұндай Ресей бүкіл дүние жүзін жаулағасы келіп отырған Қытайды тізгіндеп отыруға да керек. Бұны мен бұдан ілгергі лекцияларымда айттым да. Садам Құсайынды омақастырды. Каддафиді омақастырды. Е? Анау Румынияның коммунист басшысын омақастырды. Анау Шығыс Еуропада ең алғаш Югославияда
Милошевичті омақастырды, ажал құштырды. Югославияны бомбалап та тастады. Бірақ неге солтүстік Корейдің семіз Ким әулетіне тиіскен жоқ? Себебі оңтүстік Корейде үнемі ереуіл болады. Американың біздің жеріміздегі әскери базасы жабылсын, америкалықтар кетсін дейтін оңтүстік Корей бар. Жапонияда да үнемі ереуіл болады. Жапон ұлтшылдары Жапонияны күшті, қуатты, тәуелсіз әскери елге айналдырғысы келеді. Жапондар күні осы уақытқа дейін, міне бір ғасырдан астам уақыт патент сұрау, ғылыми жаңалық ашу жағынан Американың өзінен көш алда келеді. Ал жапондар Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әскери армия ұстау құқынан айырылып, Американың әскери базасы тұратын, тек өздері қарулы полиция ұстайтын ғана құқы бар жай елге айналды. Енді осы Жапон мен оңтүстік Корейді үнемі өзінің дәргейіне бас ұрғызтып тұру үшін солтүстік Корейдегі Ким сияқты есерсоқ керек болып тұр. Ол есерсоқты ап деп бір ұрып талдырып, жағын сындырып, күлін көк ұшырып жіберсе, онда оңтүстік Корей мен Жапонияда Американың әскери база тұрғызуға ешқандай себебі қалмайды. Саддам, Каддафи, Милошевич, Чаушеску бәрі ажал құшқанымен, енді Ким неге тірі жүр дегенге жауап шықты. Тура сол сияқты есерсоқ Путин, экономиканы дамыта алмайтын Путин, демократиялық жүйені орната алмайтын Путин, демократияның не екенін білмейтін Путин, өндірісті орнына қоя алмайтын Путин, халықты білімге, ілімге қызықтыра алмайтын Путин. Бүкіл Ресей соңғы 30-40 жылда сол сәбеттен қалған ескі жолда жүріп, сәбеттен қалған ескі үйде отыратын, ешқандай жаңалық жоқ. Қысқасы, бір ұялы телефонмен ноутбукты, компьютерді де жасай алмайтын, дәріге дейін, бас ауруға, аспиринге дейін Еуропадан, шетелден импорттайтын, тек шикізат сатып сонымен ғана күн көретін, мемлекетті олигархтар билеп басқаратын, тұтас байлықты олигархтар сол Путиннің айналасы бөлісіп алған, ал халқы алқаштық және жезөкшеліктен ғана әлемде аты бар. Ал Совет кезіндегі даңқты тарихын тек осы күні тамсанып қайталап айта беретін, Советті сағынып еске алатын, бірақ Совет кезіндегі даму, өндіріс, ғылыми жаңалық, әскери жаңалықтың бірінде жасай алмайтын құрған Ресей керек болып тұр. Бұл шахмат. Енді қызық. Мен сіздерге ағылшын тіліндегі Зеленский менен Трамптың келіссөзінің ортасын үзіп жарып бір-екісін айтып берейін. Бір-екі видеоны. Енді оны патент құқына байланысты видеоны көрсете алмайым, бірақ міне жерде мынан бұл жерде Трамптың орынбасары Джей Ди Ванс осы мәселені ушықтырып жіберді деуге болады. Трамп екеуі кездесті. Трамп пенен Зеленский сөзге енді кірісе бастаған кезде журналистердің алдында Джей Ди Ванс сөзге килікті дағы. Біз бұл Орыс-Украин ортасында қақтығысты дипломатиялық жолмен шешкіміз келеді деп сөзді майпаздап жұмсақтай бастады. Неге Зеленский мен Трамп оның алдында ұстаса қалған болады. Сол кезде алдыда Зеленский бірінші қателікті жіберді. Мүмкін бұның әртістігі, мүмкін бұның сол сахнада жаңағы кез келген жерде шап етіп ұстай қалатын, жаңағы ұрымтал жерде ұрып қал деуге үйренген, оның кібеншік болғандығы, сол сияқтылары мүмкін бұған әсер етті. Мүмкін бұның әлі дипломаттардың жаңағы дүние өртеніп кетсе де түк білдірмей, бетіне эмоциясын шығармай күліп тұратын майталмандығы Зеленскийге жетпейтін шығар. Бірден Джей Ди Ванске алды да шап етті. Сен қандай дипломатияны айтып тұрсың дейді. Міне көрдіңіз ба? Не айтпақшысың? Сен не айтпақшысың дейді.
Менің айтпақшы болғаным дейді Джейди Ванс дейді. Сіздің мемлекетіңізді дейді жойылып кетуден құтқаратығын дейді. Формадағы дипломатияны айтамын. Құрмет президент мырза, құрметті президент мырза, мені кешіріңізші дейді. Сосын Джейди Ванс айтты, сіз міне жерде Ақ үйдегі сопақ офиске келгеніңізде дейді, Америка медиаларының алдында біз осы мәселені талқылап тұрғанда, сіз бізге құрмет білдіріңізші дейді. Сіз дейді алдыңғы шепке соғысатын жасақтарды да жи алмай отырып дейді. Сіздерде қазір manpower жетіспейді дейді. Яғни адам күші, еркек күші жетіспейді дейді. Сіз дейді, мына президентке дейді, осы соғысты тоқтату туралы ұмтылыс жасап жатқанына дейді, осы қақтығыс тоқтату туралы ұмтылыс жасап жатқанына алғыс айтуға тиіссіз дейді. Сол кезде алдыда Зеленский тағы да келіге кетті. Айтады, сен дейді, сен Украинға бардың ба дейді. Сен бізде қандай мәселе барын түсінесің ба дейді. Сөз айтады, Джейди Ванс айтады, мен дейді, бұл оқиғалармен таныспын дейді. Сен, президент мырза, сіздің мемлекетіңіз әскерилерді сапқа тартуға, яғни әскери салаға адам жинауда қиыншылық бар деп ойламайсыз ба дейді. Сіз дейді, Американың сопақ офисіне келіп отырып дейді, сіздің мемлекетіңізді жойып жіберетін осы соғысты тоқтатамын деген елге сын айтып отырыңыз, бұл бір түрлі құрметсіздік, әдепсіздік емес пе дейді. Зеленский айтады, даусы қырылдаған, енді оның даусы бұрыннан сондай ғой. Өте көп мәселе, a lot of problems. Біз оның барлығын бірден басынан таратып айтайықшы дейді. Әрқандай мемлекетте дейді, әрқандай соғыс кезінде бәрінде проблема болады. Сіздерде де проблема бар дейді. Сіздер дейді, сіздерде дейді, әдемі мұхиттар бар, бірақ қазір сезін алмайсыз. Сіздер қазір мүмкін сезін алмайсыздар дейді, бірақ сезетін боласыздар дейді. Әдемі теңіз, әдемі мұхит бар дегенде олымнан айтып отырып. Трамп айтты ғой, қараңыздар картаға, Украина деген Еуропада, ал Украина мен біздің ортамызда алып мұхит бар деді. Бұл арада Зеленскийдің айтып отыргені Трамптың осы сөзі. Трамп оны ертеректі айтты. Қараңыздар картаға, Украина деген Еуропада. Онда онымен Еуропа айнасын. Ал Украина мен біз Американың ортасында дейді, алып мұхит бар деді. Зеленскийдің мына сөзі сол Трампқа қаратып айтып отыр. Яғни Зеленский бұл арада Трамптан бұл соғыс егер Украина жеңілсе сағанда зиян болады дегенді білдірмекші. Я сіздерде әдемі мұхит бар дейді, бірақ сіздер артынан қиыншылықты сезіне бастайсыздар деді. God bless дейді. Құдай сақтасын дейді. Міне Трамптың мына сөзі де енді бұл да өте ауыр кеткен сөз болды. Біз дейді, we trying to solve a problem дейді. Біз дейді, мәселені шешуге тырысып жатырмыз дейді. Бірақ бізге не істеу керектігін үйретпеші дейді. Бұл енді соншама журналистердің алдында өте ыңғайсыз болды енді. Қысқасы бірінің бетін бір аяған жоқ. Бізге дейді, не істеу керектігін үйретпеші дейді. Бұлай қарап отырсаң, бұл Саршалдың сөзі де дипломатияға, этикаға, анау-мынауға бәріне қайшыда. Бірақ бұлай қарап отырсаң, Америка кім, Украина кім? Америка әлемдік алпауыт қанша ғасырдан бері.
Екінші дүниежүзілік соғыста сол Украинаңды да, сол Украина құрамында болған Совет одағыңды да немістердің темір тегеурінен құтқарып қалған осы Америка. Совет аш қалғанда астық берген Америка. Лениннің өзі жылап Америкадан қарсы сұрады. Максим Горький Америкада қаңғылес деп жүргенде, ана жақта жатқан Ленин Максим Горький арқылы Америкадан астық сұратқан. Екінші дүниежүзілік соғыста Сталиннің маңқа сағып отырып Америкадан қару-жарақ ақша алды. Қанша миллиард доллар, жаңа 15 мың тәңкі, 13 мың ұшақ па, қанша миллион тонна одеял, түген миллион тонна мақта, түген миллион жаңағы жұп, етік, шұлық, жаңағы станоктар, азық-түлік цехтары, қарапайым, соның бәрін жасады. Енді бұл азуын айға білеп тұрған Америкамен орыспен соғысып жатқан әлі алақан жайып бүкіл елден кәдімгі ататын оғына дейін сұрап отырған Украина, қалай бұл Ақ үйдің алдында Украина өзі жалынып келіп отырып Зеленскийдің сондай бір алпауыт елдің басшысының алдында дікең-дікең еткенге Зеленскийдің қандай әдді бар? Қандай әдді бар? Кім жақсы көреді? Мысалы, біреу менен көмек сұрап кеп, маған дікең-дікең етсе, мен жақсы көрем ба? Сен жақсы көресің ба? Сен бақтың, сен оның атасы қиналғанда бақтың, арғы атасы қиналғанда, аш кезінде ас бердің, жау кеп басып алғанда қару бердің, құтқардың арысынан. Тіпті осы алдыңғы өткен 3 жылдық соғыс, Байден ол әкесінің ақшасын берген жоқ қой, Америка халқының ақшасын берді, Байден дегенмен. Трамп бұл арада бүкіл Американың өкілімін деп сөйлеп отыр. Алдыңғы елдер айтады, ойбай, алдыңғы көмекті Байден жасады ғой, Трамп оған еш көмек жасаған жоқ қой дейді. Бірақ Байден әкесінің ақшасын берген жоқ қой, Америка халқының ақшасын берді. Трамп айтады, ол менің де ақшам, Америка халқының ақшасы дейді. Байден тек басқарушы дейді. Ол мына баланы сәл бүйтіп қойды дейді. Енді қарап отырсаң, алақан жайып сұрап келіп отырып, Зеленскийдің мынау тура бір былай қарап отырсаң, кәдімгі дауласып отыр да, жағадан алып, беттен алып, төске шауып отыр да. Сонда расында да мына баланың мынаусы несі деп менің өзім қысылып қалдым. Күтіп мысалы, Сары шалы ма, жоқ оның орынбасары Жиди Уаныс па, айтарын айтып болғаннан кейін, сіздер айтып болдыңыздар, жақсы тыңдадым, сосын ары қарай менің ойым былай еді деп айтуға болады ғой. Кәдімгідей сөзді ортасынан бөліп дауласып кетті де, ал не болды арты? 11 минут болды келіссөз. 11 минут болды, бітті болды. Адамзат тарихында бұндай дипломатиялық, бұндай 11 минуттық келіссөз, мен бұрын соңды адамзат тарихында бұндай келіссөз болды дегенді мен білмеймін. Құдай сақтасын, егер мен ертең елдің президенті болсам, мен дәл осындай жағдай басыма келмей ақ қойсын дер едім. Ал егер басыма келген жағдайда, егер мен халқымның атынан, қазағымның атынан бір мәселені шешпекке баратын болсам, мен әрине ертедегі ескі қазақтың мақалы, ескі қазақтың ақылы бойынша бетегеден биік болар едім, жусаннан аласа болар едім. Ешкіні апа деп, текені жезде деп, қазағым үшін бәріне дайын болар едім. Бұл әрине ақыл болар еді. Мәселені шешу керексің ғой. Қалай болса да шешу керексің ғой. Бұл арада шоу көрсететін, батырлығыңды, мақтылығыңды, беттен алып төске шабатындығыңды көрсететін бұл сахна емес қой. Мәселені сен шешсең сен мықтысың. Себебі бұл миллиондаған адамдардың өміріне қатысты нәрсе. Сондықтан бұл арада, бұл анығында бұл нәрсеге сол бір кісі ғана қуанды. Бүгін бір кісі сол іштен. 2 күн ба 3 күн ол эфирге шықпайды іштен. Тұрып ішеді. Қысқасы, бір кісі ғана қуан деді. Кремль жақта енді мәз болып, енді бәрі сол жиналып ап, Лавровы бар, Медведеві бар, анау татардың қызы бар, есерсоқ шешен бар, сон бәрін шақырып ап, бұлар мәз болып енді ішіп жатыр. Өте қисынсыз болды. Енді Трамп, ол алып елдің басшысы. Оның қолында билік тұр. Оның қолында ақша тұр.
Оның қолында өте көп тетіктер тұр. Әлемдегі ең күшті барлау қызметі қолында тұр. Әлемдегі бүкіл спутниктік бақылау қолында тұр. Илон Маск оның сенімді серігі, одақтасы. Трамптың таққа шығуына Илон Маск себепші әрбірден. Ал Илон Маск Украинадағы интернетті тоқтатам десе тоқтата салады. Сонда Украинаға кім интернет береді қазір? Илон Маск сияқты бүкіл жер шарының аспанын жасанды жер серігімен қаптап тастаған жер шарында кім бар? Англияның жасанды жер серігі сол төмен кеңістік орбитаға кіріп Украинаға бере ала ма? Францияда бар ма? Германияда бар ма? Дәл қазір оларда мемлекеттік осындай спутниктік Wi-Fi тарататын жүйе бар дегенді мен көрген жоқпын, естіген жоқпын. Бергіш болса осы уақытқа дейін бермеді ма? Илон Маск беріп отыр. Ал Илон Маск Трамп қой десе қоя қояды. Интернетін үзе сал десе ертең-ақ үзе салады. Сосын отырады украиндар тотиып. Дрондарды ұша алмай қалады. Не болғанын бақылай алмай қалады. Қатқабар алыса алмай қалады. Бір-бірімен сөйлесе алмай қалады. Бүкіл Украинаның соғыс алаңынан тартып бүкіл мемлекетіне тегін Wi-Fi мен қамдап отырған тағы да сол Илон Маск. Сондықтан бұл арада Зеленскийдің бұнысын әртістік табиғатындағы шоумендік популизм деп қана атауға болады. Мәселе шешуге келгенде оның сәтсіздігі деп атауға болады. Мен Зеленскийді сыйлаймын. Атты сыйлаймын, құрметтеймін. Тегі жойыт болса да өзі туып өскен отанына адалдығын, тіпті сол Украинның өзі істей алмай 10 миллион украин елін тастап, жерін тастап, соғыста безіп, жат ел жат жұртқа тентіреп кетті. Украинаның атпал азаматтары шетелге кетіп қалды әуелі. Украинада қазір шынында да J.D. Vance айтқандай әскерге адам алу проблемасы болып тұр. Сендерде manpower жетіспейді дейді. Яғни еркектің күш қуаты, яғни еркек кіндікті соғысқа шабатын еркек кіндікті жетіспейді деп J.D. Vance айтып отыр. Енді осындайдағы Жасылбайдың мынаусын сіз қалай бағалайсыз? Әрине, оның батырлығын мойындайсың, бірақ батырға да еп керек шығар. Батырға да еп керек шығар. Міне жерде тағы айтады. Трамптың бір сөзі тұрды. Сен бізге не істеу керектігін айтпа дейді. Шынында да. Жасылбай бүкіл Еуропаға барады, құрмет. Америкаға келді Байденнің кезінде, құрмет. Мүмкін Трамптың сен диктаторсың деген сөзіне ыза шығар. Мүмкін бұл да жұлдыз ауруымен ауырып қалды ма? Неге? Жұлдыз ауруымен ауру деген ол да бір ауру. Неге біз құлшылық жасағанда маңдайымызды жерге ұрамыз? Көкірегің, тәкаппарлығың сонда сынады. Құл екеніңді сонда сезесің. Кімнің? Шексіз құдірет иесінің. Неге лағнетті шайтан жазаланды? Тәкаппарлық үшін. Біздің аталарымыз бүйіріңді таянбай тұр дейтін. Сонда түсінбейміз. Не болып бүйірін таянса не болады деп сұраймыз ғой. Лағнетті шайтан Алланың әміріне қарсы тұрғанда екі бүйірін таянып апты дейді. Лағнетті шайтан сол тәкаппарлық үшін. Яғни жұлдыз ауруымен ауырды былайша айтқанда лағнет шайтан. Лағнет шайтан ана жақта профессор болыпты, 70 мың періштеге сабақ беріпті дейді. Сонда адамның жауы оның шынында тәкаппарлығы. Егер Зеленский бұлардың жаңа сөздерін айтып, сіздер айтқан мәселе бар, шынында бізде еркек күші жетіспейді, адам өлімі де бар, бізде оқ жетіспейді. Ал енді осыны сіздер қалай шешесіздер? Сонда сіздердің ойларыңызша біз мына орыс жаулап алған жердің бәрін бере береміз бе? Бере саламыз бұнда? Егер орыстардың жаулап алған жерін сол Путиннің талабы бойынша бере салатын болсақ, анау сирек кезігетін жер элементтері барды да оны сіздерге бере салатын болсақ, онда неге соғыстық? Онда мен сол сіздерге келіп шешпей-ақ сол Москваға тіке бар Путинмен болды, мына жаулап алған жер сенікі, әкел қағазыңды қол қояйын деп сол Москвада шешпедім ба? Егер ол орыс жаулап алған жердің бәрін беретін болсам, орыстікі деп мойындайтын болсам, деп Зеленскийдің әдемі түрде айтуына болады ғой. Мысалы, сөзге сөз келгенде айтпасаң сөздің әкесі өледі дейді.
Зеленский әлгі жерде Джиди Вансты да, Трампты да тыңдап алып, жарайды, сіздердің ой бойынша мен соғысты тоқтатайын. Яғни ол деген сөз, менде адамда жоқ екен. Сіздер айтып тұрсыздар. Менде күште жоқ екен. Сізде ешқандай позиция жоқ деді. Сізде позиtion жоқ деді. You haven't a good card деп Трамп айтатын жері бар. Сенің қолыңда жақсы карта жоқ, ойнай алмайсың дейді. Трамптың тағы бір сөз бар. You are gambling with World War III дейді. Гамблинг деген казино ойнау, карта ойнау, ұтыс ойнау. Сен дейді, үшінші дүниежүзілік соғыспенен ұтыс ойнап тұрсың дейді. Яғни бәстігісіп жассың. Тәуекелге барып тұрсың үшінші дүниежүзілік соғыспен дейді. Гамблинг деген кәдімгі казинодағы карта ойынын айтады, бір-бірін ұтатын ойынды айтады. Соны айтып отыр. Ал сонда, мысалы, Зеленский тыңдап, енді сонда сіздердің талап бойынша, яғни мен орыс жаулап алған жерді орыстікі деп мойындайтын болсам, онда мен ондай келіссөзге үшін Вашингтонға емес Москваға барып қол қоя салуым керек еді ғой. Әуре болып, Вашингтонда неғып отырмын деп айтса, бұл арада ол логикалық тұрғыдан да, тактикалық тұрғыдан да, сөз шешендік тұрғысынан да, және моральдық тұрғыдан да бүкіл дүние жүзінің алдында ұтып кетер еді. Бірақ ол оны айтқан жоқ. Бірден Трамптың да жүйкесіне тиді, Джиди Ванстың да жүйкесіне тиді. Джиди Ванс ол бұрын үлкен билікте болмаған, қарапайым бұқараның ортасынан шыққан адам. Тубаста ол да Трампқа тіс тырнағымен қарсы болды да, артынан жаңағы Трамптың осы Америка мүддесін қорғайтын баяндамаларынан кейін оны ақтап жақтап шықты. Артынан Трамп оны ешқашан саяси күресте болмағанына қарамастан оны бірден өзінің орынбасары қылды. Енді Трамптың да әбден аузы күйді ғой. Ол өзіне текедей таңдап алған анау Майк Пенс, бұрынғы оның 45-ші кезекті президенті кезіндегі ана орынбасар президент, Трамптың арқасынан, қақ жауырынның ортасынан пышақ сұқты ғой. Джиди Ванс мысалы Трампқа кәдімгі ол әлі президент кезінде опасыздық жасады. Екіншіден, Трамп мына президенттіктен түсіп қалғаннан кейін, яғни Байденге беріп 4 жыл бойы соттасып жатқанда, Джиди Ванс мен тіпті Трампқа қарсы куәлік етемін сотта деп тұрып жариялады. Болмаса соны орынбасарлығына таңдаған Трамп еді. Джиди Ванс сөйтіп Трампқа опасыздық жасады. Трамп оны Майк Пенсті неғып таңдады білмеймін. Мысалы, Трамп христиан, Майк Пенс католик. Былайша айтқанда, Трамп сүннитте, Майк Пенс шиға сияқты. Бірақ ол сөйтіп опасыздық жасады. Ал енді екіншісіне келгенде, анау Халей деген жұқа әйелменен, мынау Помпео Қазақстанға барып, анау біз ұйымдастырған Қытай концлагерінде қорлық көрген қазақтармен бірінші кездесіп, артынан Қазақстан лауазым тұлғалармен кезігетін Майк Помпео. Ол да Трампқа опасыздық жасады. Ол тіпті үйішінен үйтігіп республикашылдардың өз ішінде Трамптан бөлек көсемі болғысы келді. Оны да сол республикашылдардың ішіндегі өте қалталы бір адамдар қаржыландырып, ол тіпті мына сайлауға дайындалғанда 200 ба бір сондай 200 миллион доллардай ма сондай ақша шығындап қойды. Яғни кезіндегі ең сенімді серіктер Трампты сатты, опасыздық жасады. Сондықтан Трамп осы жолы команданы таңдаған кезде ол өзіне адал және ұстанымы, принципі, іс жасауы, тіпті халықаралық саясаттағы көзқарасы, кез келген мәселеде ол әбден тәптіштеп, мындай болғанда қалайсың, Қытайға қалай қарайсың, Жапонға қалай қарайсың, мындай болғанда қалай. Қысқасы, мен енді өзім образдап тұрып айтам, қандай галстукты ұнатасың, қандай салат жейсің, қандай шайды ішесің, соның бәрін тексеріп тұрып, ол содан кейін алдау. Себебі алдың жолы Майк Помпео мен Майк Пенстен бұның аузы күйгені бар еді. Енді мына жерде Зеленский қысқасы бүгін бүкіл батыс медиасында, тіпті шетел медиаларында үлкен бір аңыз болып тұр. Мен енді бір ауыз сөзбен қорытындылай алмаймын. Себебі өте күрделі оқиға. 11 минут, осы 11 минуттық даудамайды адамзат болашақта әлі 11 жыл талқылауы мүмкін. 11 жыл талқылауы мүмкін. Бір ұлттың, бір мемлекеттің керек десең бүкіл адамзаттың, әсіресе орыстан тепкі көрген, осы орыс құрыс екен деп, орыс құрып кетсе екен, орысты құртатын біреу шығам екен деп, тақымын қысып отырған бүкіл
Ресейдің тепкісін көрген бүкіл халықтардың үміті селге кеткендей болды. Енді ары қарай мынаны тыңдайық. Сен бізге айтпай-ақ қой, біздің нені сезінетіндігімізді дейді. Трамп айтады. Сөз айтады. I'm not telling you дейді Зеленский. Мен саған айтып тұрған жоқпын дейді. Сөзсе Трамп айтады. Қолын бүйтіп шығарып отыр Трамп. Сен бізге диктейт қылма дейді. Диктейт деген сөз. You should dictate деген сөз. Диктатор дегендегі диктейт. Диктейт деген сөз мұғалім айтып оқушылар жазады ғой, тек соны диктейт қылу дейді ғой, сол. Сен бізге дейді, қандай сезіну керектігін үйрететін салауатың жоқ дейді. Өте ауыр сөз. Өте ауыр сөз. Шынында да Жасылбайға кейде жаным ашып кетті да. Сахнада ахахада шашаша деп, біздің мына Қазақстандағы есек бас, ана кібиен-сібиенде қалың есек бас бар ғой. Біреу сау емес, бәрі есек бас. Мен бірақ айта салам, кешірсін, енді кейбіреу маймыл бас, кейбіреу шошқа бас шығар, бірақ көп есек бас енді. Солар құсап сахнада күліп ойнап жүрсе, Зеленскийдің бетінде әжім бас беді. Зеленский бірнеше жылда бітті ғой міне. Бірнеше жылда Зеленский 20 жасқа кәртейіп кетті. Оны жұрттың бәрі айтады. 2016 жылы Қытайдағы геноцид тақырыбын көтердім мен. 2019 жылы үйғамаққа және түрмеге түстім. 2020 қайтадан үстімнен сот қозғалды, е? Сол кезде мен туыстарым айтады. Сен кәдімгідей жап-жас бір жігіт сияқты болып көруші едің, осы оқиғаға қалай кірістің, бірден 20 жасқа кәртейіп кеттің дейді. Бұрын сен жүзіңнен күлкі үйіріліп тұратын дейді. Көзің ойнақшып, жанып тұратын жас, бозбала жігіттер құсап. Рухты серпіндедің дейді. Айналаңды күлкіге, қуанышқа бөліп, қыран жапқандай құлдырып, әзіл айтып отырушы едің. Қазір сен кәдімгі әзілі де жоқ, көзінде күлкің жоқ, кәдімгі бір 70-80-дегі шал сияқты болып қалдың дейді. Мен айтам, мен 500 жасқа келген шалмын деймін. Зеленский де сөйді. Сенде Трамп айтады да, you should dictate us дейді. You're in no position to you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what You're in no position to dictate what we're going to feel. Трамп қайталап айтыпты. Сенде ешқандай позишн жоқ дейді. Позишн деген салауат деген сөз былайша айтқанда. Бұл позишн ағылшын тілінде былай қарасаң позиция, орын. Бұл соғыста сен тиімді орындасың ба, тиімсіз орындасың ба, биіктесің ба, қауіпсіз жердесің ба, соны айтады позишн деген. Сенің дейді салауатың жоқ бізді айтатынға дейді. Біз дейді өте жақсы сезінеміз дейді. Және өзімізді өте күшті сезінеміз. Әне, біз дейді, біз өзімізді өте жақсы сезінеміз, өте strong, қуатты сезінеміз дейді. Сөзсе ол айтады, мен Зеленский тағы да сөз килігіп кетеді де, мен сіздердің жаңағы, не дейді, мен тыңдай алмай қалдым. Сіз, менің айтпақшы болғаным, сіздерге оның әсері болады дейді. Яғни жаңағы ортадағы мұхит арқылы, біз алыспыз, Украина қайда, орыс қайда, біз алыспыз деген Трамптың сөзі. Менің айтпақшым сіздерге әсері болады дейді. Influence дейді. Influence дейді. Influence деген әсер етеді сіздерге дейді. Кім Трамп айтады, сен дейді өзіңді дейді өте жаман жағдайға батырдың дейді. Не? Бұл мәселеде дейді, мынау дұрыс айтады дейді. Трамп айтады,
Кімді? Джиди Вансты айтады. The war You're not is in a good around. position. Трамп қайта-қайта айтады, қолын бүйтіп тұрып айтады. You are not in a good position дейді. Сенің жағдайың өте нашар дейді. Сен жақсы жағдайда емессің дейді. Сен жақсы жағдайда емессің дейді. Трамптың сөзі. I was about You to don't say have the that. cards right now. Сенде дейді, қолыңда дейді, карта жоқ дейді, ойнайтын дейді. Дәл қазір дейді, right now дейді. With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you don't. Сөйтсе оны Зеленский түсінбей қалды ма, жоқ, ана сөзіне сөзбе-сөз қарсыласып отыр ма? Сөйтсе ол айтады, мен бұларға карта ойнағалы келген жоқпын дейді. Ол емес, Трамп оны саяси америкалық терминологияда сенің қолыңда жақсы картаң жоқ деген сөз, сен good player, яғни ойыншы емессің, сен жақсы ойнай алмайсың. Яғни сен мың жеріңнен керемет, талант, супер мен болсаң да, казинода карта ойнап отырғаныңда, қолыңда жақсы картаң болмаса, неңмен ойнайсың? Трамптың айтып отырған сенің қолыңда good карта жоқ, карт жоқ деп отырған сол. I was about You to don't say have the that. cards right now. With us, you start having cards. Сенің қолыңда жақсы карта жоқ дейді. Бірақ біз болғандықтан сенің қолыңда дейді, жаңағы ұтысқа салатының болды. Right now, you don't. Ол Зеленский түсіндіріп жатыр. Бұл карта ойнау емес дейді. Сөйтсе Трамп айтты. Сен шынында карта ойнап жассың дейді. Міне. Very serious, Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think Міне. Ана Зеленский қайталап жатыр да, сөйтсе айтады, сен карт плей қылып жассың дейді. Яғни картаны ойнап жассың дейді. Сен гамблинг дейді, ұтысып жассың дейді. Карта ойнап жассың дейді. You playing card деп екі қайтарып айтты Трамп. Сен дейді, миллиондаған адамның өмірін ұтысқа тігіп жассың дейді. You're gambling with World War III. You're Міне, gambling. you gambling with World War III дейді. Сен үшінші дүниежүзілік соғыспен ұтыс ойнап отырсың дейді. Яғни гамблинг қылып жассың дейді. Үшінші дүниежүзілік соғыспенен былайша айтқанда ойнап отырсың дейді ғой, карта ойнап отырсың дейді. With World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Сенің дәл қазіргі қарекетің дейді, мына мемлекетке дейді, Америкаға жасаған өте үлкен құрметсіздік дейді. Міне, this country дейді. Қазақша айтқанда шаңыраққа қара деді ғой. Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деді. Енді Трамппен сөз таластырмай-ақ қойғанда не болар еді енді? Трамп енді біреулерге ойлайтын шығар, айтатын кезде айтып, шешіп, сөйтіп жұлдыз болып алды. Ал жұлдыз болып алды. Не болды? Трамп не көрмеген Трамп болды? Он бүкіл демократтар сотқа сүйреді. Алдыңғы 45-ші президенті кезінде қанша импичментті бастады. Нанси Пелоси кемпірі. Он Ресейдің шпион деді. Бүкіл Американың барлау қызметі дәлел жоқ деді. Дүниедегі нөмірі бірінші барлау қызметі Трамптың Путиннің шпион екендігін, Ресейдің шпион екендігін дәлелдейтін ешқандай дәлел жоқ деді. Болмаса аяйын деп тұрған жоқ еді. Дәлелін әкеліп тұрып, міне деп тұрып көрсетейін десе дәлел жоқ. Ал Нанси Пелоси алды да ойбай шпион деді. Дәлел жоқ, құр ойбай, ол қатын ойбайлады да кетті. Енді қар. Президенттіктен кейінгі 4 жыл. Сот. 401-ден кем мәрте сот. Үйін тінтті Флоридада. Бұл шалда да күйік бар да, ыза бар, күйік бар. Бұл шалдың өзіне салсаң, ана Обамадан тартып, мына Байден шал, оның кемпірі, оның ұлы, бұл ана тура былай жұлып жегісі кеп тұр. Шикідей жұлып тура, жұлып тастағысы кеп отыр шалды. Бірақ заң оған рұқсат бермейді. Байден шал кетіп бара жатып, өзін, қатынын, ағасын, апайыма, қарындасын бәріне импичмент жариялап кетті. Яғни Американың кетіп бара жатқан президентінде импичмент дейме, анау немене жариялап кетті, анау иммунити жариялап кетті. Яғни оны Трамп соттай алмайтын қылып кетті.
Енді сонда Зеленский кем дегенде бір бүйтіп жай тыңдап, сіздердің енді сөздеріңізді мен бар командаммен ақылдасайын деуіне де болатын еді ғой. Дүниедегі ең бай елдің ең адуын, ең мінезі шаркез тіркіс қой енді. Тікебай шал, тіркіс шал сөздің шыны. Тіркіс бағанда енді сұмдық тіркіс шал. Оның бетінен алып төске шапқанда не тапты деймді. Бұл шалда да күйік бар. Бұл шалда да күйік бар. Күйік бар кәдімгідей. Енді ары қарай тыңдайық. Сенің ісің дейді, мына мемлекетке, мына елге деген өте үлкен құрметсіздік дейді. Сөзсе, Зеленский ардуда тағы бүйтіп, тағы келіп кетті. Мен Американы респект қылам дейді, құрметтейм де. Біздің дейді, саған жасаған көмегіміз дейді, көптеген адамдар ойлайтын, берілуге тиісті көмек дегеннен де көп дейді. Сөйтіп еді, Трамптың сөзі қара. Біздің саған жасаған көмегіміз дейді, көптеген адамдар ойлайтын, беруге тиісті көмектен де әлде қайда көп деген кезде, енді G.D. Vance-та отырмай келіге қалды. Ол да жас екен жаңағы. Басының дымы кеппеген балақай екендігін көрсетті де, сен бір рет болса да алғыс айттың ба деді. Зеленскийге сөйтіп. Сен бір рет болса да алғыс айттың ба дейді. Сөйтсе Зеленский айтты, өте көп айттым деді. Сөйтсе ана G.D. Vance айтты да, мынау бір мемлекеттік президенттері мен орынбасар президент отырған сөзден көрі бір менің жаңағы бір қымызға қызып, бөртіп отырып, бір-бірімен тәжікелесіп қалатын бір ағаларым ұқсап қалды да. Сөйтсе G.D. Vance айтады, жоқ дейді. Сен тіпті мына осы жиынымыз басталған, осы тұтас жиынымыздың кезінде бір ауыз алғыс айттың ба дейді. Енді Зеленскийдің айтпаған алғысын G.D. Vance аузынан тартып алайын деп тұрма. Зеленский айтпаған алғысты осы жиында бір рет алғыс айттың ба дейді. Сосын G.D. Vance айтады, сен дейді, өткен қазан айында дейді, Пенсильванияға бардың дейді, және біздің қарсыластарымызға дейді, сайлауда көмектестің дейді. Көрдің ба? Сен былтыр октябрьде дейді, қазанда дейді, Пенсильванияға барып дейді, біздің қарсыластарымыздың сайлауына көмектестің дейді. Иә. Пенсильвания толқымалы штат, айнымалы штат. Кім Пенсильванияны алса, ақшты алады дейтін сөзі болған. Пенсильванияда республикашылдардың күші онды. Дәл сол Пенсильванияда Зеленский барып, Байденшілдігін көрсетіп қайтқан. Енді бұл жерде G.D. Vance-тың да, Трамптың да Зеленскийге өкпелейтін жөні бар ма? Мысалы, мен ең жек көретін жауымды қолдап, соны дастарқанына отырғызып, арқасына шапан жапқанды мен ешқашан жақсы көрмесем. Мен жақсы көрмесем. Сен мені жақсы көресің бе? Онда менімен бірге бол. Екеуміздің досымыз да, жауымыз да бірдей болу керек. Дүниеге бір көзбен қарау керекпіз, дос деген. Мысалы, ол жасырар жоқ. Біздің басымыздан да олады. Қытайдың түрмесінің түбінен біз суырып алып шыққан кейбір қазақтар, Қытайдың қазағы, надандығы, топастығы, өзінше жұлдыз аурумен ауырғандығы, есер соқтығы, шизофрендығы жетеді мен. Жаңа біреулер жел үрлеп, ой, сен кереметсің десе сеніп қалатындығы, сосын ары қарай бір жеке нәпсі, ұятсыздығы, арсыздығы, менмендігі, былайша айтқанда, имансыздығынан Қытайдың түрмесінен біз жұлып алып шыққаннан кейін біздің жауларымызбен одақ болып кетеді.
бір-екі рет рахмет енді ата жұрт, рахмет Серікжан аға дақпады балды. Бірақ ары қарай сол біздің жауларымыз ой десе бол сол біздің жау парық жоқ та, бет жоқ, ар жоқ. Сол түрмеден кім құтқарды деп бір уақ бетеп қарамайды да. Түрмеден жылап еңіреп отырғанда, аш жалаңаш отырғанда, арттағы бала шағасына кім қарапты, кім оны құтқарып апты, кім өлгел жатқанда аузына су тамызыпты, ондағы ақысы жоқ. Біздің жауларымызбенен әмпей-жәмпей болып кетеді. Ал енді бұндай арсыз ұятсызды, жақсылықты білмегенді біз жақсы көреміз. Енді ұятың сол болса, Құдай сені жаратқанда шошқа сияқты парықсыз қылып жаратса, кешіріңіз болды. Біз ендігәрі сізбенен қарым-қатынаста болмайық. Сіз сол өзіңіздің таңдаған шошқаизміңізбен жүре беріңіз деп қанша адамға қош сау бол дедік. Мен жауыммен ауыз жаласқандарды мен ендігәрі ойбай, мен түк білмегенсіп, мен дипломат бола алмайды екен. Жүре бер сол шошқа болып, парықсыз болып. Бұлай қарап отырсаң, дүние қиын күрделі. Міне жерде Джиди Ванстың айтқанын енді Зеленскийдің бетіне былш еткізіп, сен былтыр октябрь айында, қазан айында Пенсильванияға барып, біздің қарсыласымызды қолдадың ғой деді. Шын. Былш еткізіп айтты. Ал шын. Сен мына дейді, мына мемлекеттің дейді, мына бір басшысы дейді, Трампты нұсқап айтып отыр. Сенің мемлекетіңді дейді, құтқарам деп отырған мына мемлекеттің басшысына сен бір ауыз алғысың жоқ па дейді. Көп жұрт Джиди Ванстың осы сөзін Джиди Ванс не деген жағымпаз деп айтып жатыр. Жоқ, мен өйтіп ойламаймын. Ол принципте тұр. Ол Трампқа жағымпазданып тұрған жоқ. Ол өзінің ұстанымында принципте тұр. Ол кезінде сол демократтарды қолдап кеткен адамға өзінің өкпесін ашық айтып отыр. Сен кеше демократтарды қолдадың, бүгін біздің алдымызға келдің деп, ұратын кезде ол да ұрып қалды. Ол неге аяп отыру керек? Ол неге Зеленскийдің тұрғысынан отыру керек? Неге сізбен біз үміт күткен, біз жақсы көретін, орысты көрге қарай сүйреп бара жатқан Зеленскийді Джиди Ванс жақсы көру керек? Егер Зеленский оның жауын кезінде қолдап кеткен болса. Ойлашы, бұл жерде тактика дейтін нәрсе бар. Сіздер Зеленский тұрғыдан, немесе Украин тұрғысынан, немесе орыстан тепкі көрген халықтың өкілі ретінде тұрған тұрғыдан қоя тұрып, орысың да, Украинаң да бір тиын ал баты Америкада өскен Джиди Ванстың тұрғысынан қараш, оның бүкіл санасында менің достарым, менің қолдаушыларым және менің жауларым деген принцип бар. Джиди Ванс қазақ болып ойлай алмайды. Не қараңыздар, сіз өздеріңізді мен Джиди Ванспын, менің бір үндістандық көзі жарқ-жұрқ кеткен қатыным бар деп бүйтіп ойлаңызшы. Үндістандық қатыны бар. Лауер, ол деген адвокат қатыны, оңай қатын емес. Джиди Ванс қолына жаңағы інжіл ұстап ант су ішіп отырғанда ана қатынның көзі деген ана Үндістанның киносында ғана жарқ-жұрқ кеткен көзіне қарасаң, енді ана байына қарап тамсанып, балқып, махаббаты ашылып тұр. Мен сол кезде айттым мен, Джиди Ванс еркек ретінде бақытты еркек екен, мына қатыны енді өзіне ғашық екен дедім. Қатыны сондай ғашық болған еркек бақытты еркек. Бірақ сен өзіңді Джиди Ванстың орнына қойып көр. Зеленскийдің орнына емес, немесе бір қазақтың орнына емес. Джиди Ванстың орнына қойып көр. Сен орыстан тепкі көрген, бүкіл жүрегінде орысқа деген ата-бабасының кегі кеткен, жерінің біразын орысша болған, қазірдің өзінде бүкіл байлығын орыс тартып алып отырған, бүкіл шығыс Қазақстанда 500-ден артық атом жарып ойрандап отырған, бүкіл орталық Қазақстанға гептил шашып ойрандап отырған, бүкіл Шымкент, батыс Қазақстанда уран ашып ойрандап отырған, орталық Қазақстан бүкіл ашық уран. Өсті бүкіл қазақ жерінде бәленбай 13 па 15 па полигон ашып отырған, ракетасын Саршағанға дейін, Ақтөбеге дейін атып, жерімізді ойрандап отырған. Қысқасы қазақтың адамында, аңында, малында
құсында, балығында ойрандап отырған, байлығымызды тонап отырған орысқа деген қазақтың кегі, ол мәңгі бақи бізде қалады. Біз ол орысты жақсы көр деп ешқашан қазаққа айта алмаймыз. Қара орыстар ғой, ол қазақ емес, олар қазақ емес түгіл, олар адам емес, олар хайуан қара орыстар. Қарапайым қазақ, ұлтының бүкіл өткен кеткен тағдырын білетін қазақ орысты жақсы көре алмайды. Жақсы көре алмайды. Мысалы, мен жақсы көре алмаймын. Маған 1 миллиард доллар берейін, орысты жақсы деп айтшы десең, болды. Міне, айтпаймын да ешқашан. Орысқа деген кегіңді мүмкін емес, ұмытамын. Ол менің басымнан бақайшығымна дейін сіңіп кеткен орысқа деген жек көрушілік және кек. Басымнан бақайшығыма дейін сіңіп кеткен. Себебі мен қазағымды сүйем. Мен қазағымды сүйем. Ал қазағыма әбден зәбірі тиген орыс пен Қытайды мен жақсы көре алмаймын. Мен басымнан бақайшығыма дейін ұлтшылмын. Болып, мен ұлтшылмын. Ал не? Жақсы көрсең ұлтшылмын, жаман көрсең ұлтшылмын. Басымнан бақайшығыма дейін ұлтшылмын. Әрбір кілем, әрбір тал түгім, әрбір тал шашыма дейін ұлтшыл. Енді G.D. Vance, ол осы жерде өскен, Америкада өскен. Оның ұғымындағы бірінші жау демократтар, оның ұғымындағы бірінші жау Байден, Камала Харрис, оның ұғымындағы ең оңбағандар солар. Оның санасы бойынша. Оның санасы бойынша. Енді соны барып біреу қолдап қойса, сен жақсы көресің бе? Жақсы көрмейсің. Бұл жерде Зеленский дипломатиядан кетірді. Кем дегенде Америкадағы сайлау кезінде Зеленскийдің нейтрал қалғаны керек еді. Бірақ Зеленский нейтрал қала алған жоқ. Яғни былтыр қазанда оның Америкаға келіп демократтарға жарнама жасап кеткені анығында Зеленский үшін алғанда. Кем дегенде алда-жалда демократтар жеңіліп қалса менің қалым не болады дегенді ойламаған тәуекелдік болды. Шахматта Зеленский үлкен қателік жіберді. Иә, Зеленскийді жақсы көріп отырып, Зеленскийдің ерлігін, батырлығын, Украина үшін жасаған еңбегін бағалай отырып, Зеленскийдің қателігін айтсақ айып емес. To save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Егер сіз дейді де, жаңағы сіз кем дегенде мына еліңізді құтқарам деп отырған мына кісіге бір ауыз алғыс айттыңыз ба дегенде, Зеленский тағы бір жерден қателесті. Егер сіз дейді, даусыңызды көтеріп отырып, даусыңызды көтеріп дейді де, loudly, speak loudly дейді де, жаңа айқайлат деген сияқты, loud деген, айқайлау деген келеді де, сіз соғыс туралы айтпақшы болсаңыз дегенде, Трамп та тыныш тұрмайды ғой, Трамп та. He not speak loudly дейді. Ол қатты сөйлеген жоқ дейді. He not speak loudly. Ол G.D. Vance тақпады. Сонда бұлар бір-бірінің әрбір сөзіне қатыққап отыр ғой. Бір-бірінің әрбір сөзіне тура ауыздан шыққан бір сөзге чап етіп жабыса қап отырды. Мен көз алдыма сол қымызға қызара бөртіп отырған бала күнімде қымызға қызара бөртіп отырып бір-бірімен қызыл кеңірдек болып қалатын бір ағаларым, көкелерім елестеп кетті. Country's in big trouble. Can I answer? No. Сенің дейді, елің дейді, үлкен trouble-да дейді, үлкен мәселе There's a lot of talking. Your country сөзсе Зеленский айтады, Трамптың сөзін бөл. Мен сөйлесем рұқсат па? Мен сөйлесем рұқсат па дейді. Сөзсе Трамп тағы да айта салды. Тағы да бұл енді, бұны мен этика деп те, дипломатия деп те айта алмаймын. Сен өте көп сөйлеп қойдың дейді. Сен өте көп сөйлеп қойдың. Шынында Зеленский Ақ үйдің сопақ офисіне келіп, G.D. Vance пенен Трампқа ақыл айтқалы келді ме? Шынында көп сөйлеп қойды. Ал қақырығы қаймалтын, түкірігі түймалтын Трамп кеше ғана сахнада әзіл-қалжың айтып отырып жүрген Джойдтың қара баласыменен тепе-тең отырып сөйлесіп, соның айтқан ақылын тыңдап, сіздікі дұрыс деп өйтіндей Трамп па? Бұл деген тіркіс, тебеген айғыр ғой ол.
тістеу қайғыр ғой. Алдына келсе тістейді, артына келсе тебеді, осқырынады, қыршиды. Зеленский өзін кіммен сөйлесіп отырғанын да білмей қалды ау. Әсілі Зеленскийде де біраз жұлдыз ауру болып қалды. Ол ана бәрін айтса деп мұрнынан мүңкілдейтін мәлкілдек шал, бәйден шал деп қалды ау. Мына Трамп қой, бұл қыршаңқы ғой. Бұл өмірінде жеңілмеген адам ғой. Бұл өмірінде жеңілмеген адам. Әкесі бай болды, әкесінен байлық қалды. Бұл оны одан арманбайды. Жап-жас күнде ал ел бәлен жыл, 50 жыл, 60 жыл жанталас Манхаттаннан ұяла алмағанда тарс еткізіп Манхаттаннан ұялады. Бизнеске кірседі, банкрот болып кете жаздап, казиномен қайта көтеріледі. Кітап жазады, онысы ең атақты бестселлер болады. Жап-жас кезінде. Телешоуға қатса, тас талқаны шығарады. Ең бүкіл Америкаға танымал шоумен болып шығады. Бизнесін оны дүрілдетіп тұр. Бұның тіпті 40-қа жеткен ба, жетпеген кезінде, беті албырап тұрған жап-жас кезінде. Сіз президентке қатысасыз ба деп тележүргізушінің сұрайтыны бар ғой. Сондай болды. Өзі шешен. Өмірде қорлық көрмеген, соққы көрмеген. Міне. Баласына айтатын сөз бар ғой. Арақ ішпейсің, темекі шекпейсің, денеңе тәту қоймайсың деген ана. Құрттай баронына ақыл айтатын жері бар ғой. Міне. Ал енді ондай адамменен сөйлескен кезде бір уақ енді этика сақтай салса, Зеленскийдің несі кетер еді? Оның несі кетер еді? Қысқасы, әр екі жақтан да көп кетті. Әр екі жақтан да көп. Әттеген ай деп біз отырмыз сол. Әттең деп. Енді қазақтардың көбі Тікебай шалды қарғап сілеп, жетекесін жездей қақтап, иттерісін басына қаптап жатыр екен. Қазақтың қарғап сілеп жатқанын, жетекесін жездей қақтап, иттерісін басына қаптап, атқа теріс мінгізіп, ит қосып жүріп жатқанын ол шалың білмейді. Білсе де пысқырмайды. Қазақтар мықты болсаң, Назарбаевқа 30 жыл құл боласыңдар ма? Қазақтар мықты болсаң, жеріңе келген бүкіл келімсекке байлығыңды беріп қойып, өздерің қайыршы болып шетелде жүресіңдер ма? Қазақтар мықты болсаң, анау бір қыз текеге билікті ұстатып қойып, өздерің томпиып отырасыңдар ма деп масқаралап күледі, одан басқа түкте жоқ. Бірақ қалай болмасын, Трамп айтты, сенің мемлекетің өте үлкен қауіпте қалды. Trouble. Я білем дейді. Сенің мемлекетің өте үлкен trouble дейді. Trouble деген әурешілік. Бұл жерде trouble деген әурешілік. Your country is in big trouble дейді. Өте үлкен. Бұл енді әурешілік дегеннен гөрі қауіп деп айтуға болады. Сенің мемлекетің өте үлкен қауіпте деп айтады. Қауіпті danger деп айтады, бірақ бұл жерде trouble деп айтады. Trouble деген бір проблема ғой, былайша айтқанда. Сөйтсе Зеленскийде тоқтамаймын. Білем дейді енді. I know деген енді советскийлерден қалған. Я знаю дейді ғой. Орыстар бір сөйлеп отырғанда, бітеп, қазақтар бітеп, тымпиып тыңдап отырамыз, Сосын барып айтамыз. Орыстар сен бірден айтып отырсаң, я знаю деп отыр ғой. Мысалы, Американың астанасы Вашингтонның қасында мынандай бір жер бар. Ол жерде былай деп отырсаң, орыстар тыңдап отырса, білем дейді де, сен оны білмейсің деп отырған сияқты, де. Орыстарда сондай бір сөйлеу әдісі бар да, мынау содан қалған. Мысалы, мынау орыстардан жұққан сөйлеу әдісінің бірі, сіз пәленшені білесіз ба? Деп сұрақ қойып барып сөйлейді де. Бұл да көптеген елдерде жоқ, тек сәбетте бар. Анау өзім білімді зиялы сезіндіргісі келетіндерден жұққан ауру. Ондай ауру бізде де бір бауырымызда болған. Үнем, сен ананы білесіз ба? Мынаны білесіз ба дейді. Ал не айтпақсың десең. Жоқ, білесіз ба, білмейсіз ба? Білесіз ба, білесіз деп сөйлейді. Онымен сөйлесу үшін кәдімгі бір тергеуге отырғандай жауап бересің де. Өте сүйкімсіз де тура. Теуіп тезеген шығарғың келеді. Бірдеңе айтқысы келсе, бірдеңені білесіз ба деп сұрайды де. Бұл әптен орыстан жұққан жаңағы бір ауру. Сен айта берсеңші деймін де. Ананы білесіз ба? Мынаны білесіз ба? Түгенді білесіз ба дейді де. Бұл да сол орыстың көп ауруының бірі. Мынау сол білем дейді. Екі орыс кемпір сөйлесіп отырса, баяғыда алғаш келгенде мен аң-таң болам. Ана кемпір бірден айтып отырады, ана кемпір я знаю деп көрсін деп шаршап сөйтіп отырады.
Мына сол білем. Тыныш отыра тұруға болады ғой. Жоқ та. Қисынсыз да. Баяғыда әлгі бауырымыздың сөзі есіме түсіп кетті. Секе, сіз бес көз ұйымы дегенді білесіз ба дейді. Күйіп кетесің де. Совет одағы деген ел болғанын білесіз ба деген сияқты сұрды. Білмеймін деп қойдым. Білмеймін. Не сонда? Саясатта жүріп сіз бес көз ұйымын білмейсіз ба дейді. Білмеймін. Не екен деп қоямын да. Не екен деп қоямын. Ойбай, ол деген мынандай ғой дейді. Ал енді айта бермейсің бе десем. Дейді де. Сонда ана алдымен сені тексеріп ап сөйлегісі келеді. Бұл да бір құдай ұрған бір сүйкімсіз бір синдромдар бар. Өздерін білімді көрсеткісі келетіндердің бір синдромдары бар. Мына қазақстандық журналистерді қарап отырсаң солда, ана боқ болады. Ой, сенімен қалай сөйлесуге болады деген сияқты ана өздерін білімді көрсеткісі келіп, жаңағы біреуді мойындатқысы келіп, ауры. Мысалы мен өмірімде біреудің мені мойындамағаны маған бір тиінде. Мойындасаң да серік жанмын, мойындамасаң да серік жанмын. Мен бала болып, есімді білгеннен айналамды мойындатқан адамын. Мойындамаса ұзақ уақыттан кейін мойындайды. Жарыста ұзақ жарысамыз 10 километр, бәрібір мойындатам. Жеңілсем, қателігімді мойындап, оның артықшылығын қабылдаймын. Не? Біреудің анада артығы бар, біреудің мынада артығы бар, біреу мынадан кем, біреу анадан кем. Мынау орыстарда болатын өрге күректік, шайтани, сасық мінезден туатын дүние осының бәрі. Сөйлесудегі язнаю, жаңағы ананы білесіз ба, мынаны білесіз ба? Бұл синдром. Зеленский де одан ада емес екен. Зеленский айтады да, мен білем дейді. Бұл жерде екеуінің сөзі мазаң кетеді. Тыңдап та үлгере алмайсың. Екеуінің сөздің шыны, екеуі бір деңгейге келісейін, ақылдасайын деп отырған екі елдің президенттері сияқты емес. Екеуі жаңағы бәлен жерге кезіге соғысайықшы бір дұрыстап отырып дегенге кеп қалды сөздің шыны. Very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I know. You're not winning this. Трамп бұл жерде айтады. Сен жеңбейсің дейді. Сен жеңген жоқсың. Сен мына соғыста жеңген жоқсың дейді. Трамп айтады. You are not win this дейді. You have a damn good chance of coming out. Can I answer? No, you've done a lot of talking. Сен өте көп сөйледің. I know. Мен білем. Сен бұл соғысты жеңбейсің дейді. Жеңген жоқсың. Сенде дейді, біз кіріспеген жағдайда дейді, сенде дейді, ешқандай мына соғыста дейді, шыдап тұратын, төтеп тұратын дейді, damn chance дейді. Damn деген енді. Damn, god damn дейді. God damn дейді, damn дейді. Бұл ағылшындардың бір damn деген сөзді қалай аударсам? Ренжігенді айтатын сөзді. Қазақтарда бар. Құрысыншы деген сөзді. Құрысыншы, сен бұны жеңбейсің деген сияқты сөзге келеді. Біз болмасақ дейді. Біз дейді, біз өз елімізде дейді. Біз өз елімізде дейді. Батылдықпен қорғап тұрмыз дейді. Президент мырза. Тіпті соғыс басталған бірінші күннен бастап. Біз дейді, кезінде дейді, жалғыз қалып тұрып соғысқа біздің жүрегімізде алғыс бар дейді. Мен әлде қашан айттым, сіздерге алғыс дейді. Сөзсе, Трамп айтады, сендер ешқашан жалғыз болмадыңдар дем. Трамптың сөзі бар. Біз дейді, мына елдің дейді, ақымақ президенті арқылы сендерге дейді, $350 миллиард ақша бердік дейді.
Кайталап тұрып айтайын. Staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, I through this said stupid thank president, $350 billion. You We voted gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't say- have our military equipment, this war would have been over. in Егер 2 weeks. біздің сендерге беретін милитари эквипментіміз болмаса, бұл соғыс баяғыда тоқтайтын еді дейді. Of course, yes. It's going to be agreements, and let's go little. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 Okay? Егер біздің әскери жабдық көмегіміз болмағанда, бұл соғыс 2 аптада аяқтаған болар еді. Recorded from Putin in 3 days. Сөйтсе, бұл жерде Зеленский тағы қателік жіберді. 3 күн дейді, Зеленский айтады. Мен естігемін, Путин бұны 3 күнде аяқтаймын деп айтқан дейді. Сонда бұл Трампты Путинмен қатар қойып қойды да. Егер біздің қаржымыз, әскери керек жарағымыз болмағанда, сендер бұны 2 аптада төтеп бере алмас едіңдер, бұл соғыс 2 аптада аяқтар еді дегенде Зеленский үнсіз қалуға болар еді. Жоқ дейді, мен естігенде Путин 3 күн деп айтқан дейді. Бұл енді Трамптың жүйкесіне тиетін сөзді. This is something in 2 weeks. Мүмкін дейді. Одан да қысқа дейді. Әрине It's going дейді. to be a very hard thing to do. Егер бұлай істесек, дейді, өте қиын болады дейді. Just say thank you. I said it a lot of times. Сөйтсе, сен айтасың, рахмет айттым деп, бұл жерде Жидиванс кірісіп кетті де. Сөйтсе, Зеленский де кәдімгі соғысқа келген ғой, төбелескен келген ғой. Зеленский айтады, мен Америка халқына бірнеше мәрте рахмет деп алғысымды айттым ғой дейді міне. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American. Біздің ортамыздағы келіспеушіліктерді дейді. Мына американдық медиалардың алдында отырып, дисагрименттерімізді, өзара келіспеушіліктерімізді талқыламай қояқшы деді Жидиванс. We know that you're wrong. But you see, Себебі бұл сенің қателігің дейді. Біз білеміз, сен қателесіп отырсың дейді. Жидиванстың мына сөзі де өте ауыр сөз. Біз білеміз, сен қателесіп отырсың. You are I wrong. think it's good for the American people to see what's going on. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. Дәл сол кезде Трамп айтады. Менше дейді, Америка халқы дейді, не болып жатқандығын білуге тиіс дейді. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people have died. Сенің қолыңда ешқандай карта жоқ. Адамдар өлуде дейді. Litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. Мен Америка халқы не болып жатқандығын көруге тиіс дейді. Сондықтан мен бұл сөйлесудің осыншама ұзақ уақыт жалғастырып отырмын дейді. Сен рахмет айтуға тиіссің дейді, Трамп айтады. You don't have the cards. Сенің қолыңда карта жоқ дейді. You're buried. Сен дейді, ана жерде дейді, қысылып қалдың дейді. Адамдар өліп жатыр дейді. Your people have died. You're running low on soldiers. Listen. Мен айтып жатырмын, мен білемін дейді. Айнауды қоя тұру керек еді Зеленскийге. You're running low on soldiers. Сөйтсе Трамп айтады, сендердің әскерлерің дейді, санаулы ғана әскерлерің қалды It would дейді. be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a... Келіссөз дейді, бұл жақсы сет дейді. Бірақ сен дейді, оқ атуды тоқтатпаймын. Мен соғыс тоқтатқанды қаламаймын деп отырмын. Мен соғыса бергім келеді деп айтасың. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying. And Егер сен соғысты тоқтатқың келсе, қазірден бастап оғыңды атпау керексің дейді.
Сен оқ атпасаң дейді, адамдардың өлуі де тоқтайды дейді. Of course, we want to stop the war, but Әрине дейді, Зеленский килігеді. Әрине, сөзін тағы жұлып алды Зеленский. Әрине, мен соғысты тоқтатқым келеді. I said to you, I want to see with guarantees. because Мен тоқтатқым келеді дейді Зеленский. Сөйтсе Трамп айтады, жоқ, сен соғысты тоқтатқың келмейді дейді. ceasefire faster than any great. Ask our people about ceasefire, what they think. There wasn't Сен халықтан сұрасаңшы, халықтың соғысты тоқтату туралы ойы қалай екен дейді. For you, what that wasn't with me. That was with a guy named. Оның менімен қатысы жоқ дейді. Ол Байден кезіндегі әселе He was дейді. not a smart person. Ол дейді ақылды адам емес дейді. Трамптың тұрғысынан қарасаң оның жауы Байден. That was with Obama. Обаманың кезінде дейді. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you jobs. Обаманың кезінде дейді. Олар сендерге дейді көрпенің тысын берді дейді. Яғни әлсіз қарулар берді дейді. Ал мен саған дейді. Мен саған дейді. Шынайы қаруларды бердім дейді. yes. I gave you the javelins to take out all those. Мен саған жәбілерді бердім. Жәбілерді бердім. Мен саған танкілерді қирататын қаруларды бердім дейді. Sheets. Обаманың саған бергені дейді, көрпенің тысы дейді. Щит деген пастел ғой, соны берді дейді. Ал мен саған қару бердім Obama дейді. gave sheets, and Trump gave javelins. Трамп жәбілен берді дейді. Обама саған пастел берді дейді. You got to be more thankful. Сен дейді, сен бұған алғыс айтуға тиіссің We дейді. tell you, you don't have the cards. Біз саған айтып отырмыз дейді. Сенің қолыңда ешқандай карта жоқ You дейді. have the cards. But without us, you don't have Біздің қолымызда бар дейді. Егер біз болмасақ дейді, сенің қолыңда ештеңке жоқ дейді. any cards. Бұл енді шынында да өте сұмдық. Дәл мынандай президенттердің дәл мынандай сөйлескенін мен көрген жоқпын. Өте сұмдық болды. Енді арайта бер айт. 11 минутты 80 минут түсіндірген деген бе? Енді қой. Мен енді біраз мына сіздерде түнгі сағат бәлен кезінде осыдан сіздер ұйықтап жатқан кезде мен көп нәрсені аударып салып қойдым. Мынау дегеніңіз мысалы міне мен қашан салыппын мынаны? 11 сағат бұрын салып қойыппын міне. Нетейінші. Міне. 11 сағат бұрын мен мынаны Вашингтон посттан аударып отырып салып қойыппын. Енді осыны сіздерге мен оқып берейін. Мына жерде YouTube'тың мына Сарышал Жасылбайды дара билеуші деген ұмытып қалыпты деген бір постты салып қойдым, е? Енді қарай. Аударып берейін. Жасылбай Тікебайды аяған жоқ, тентек мінезін көрсетті дедім. Бұл екеуінің келіссөз жүріп жатқан кезде. Енді мынау Вашингтон посттағы мақаланың аудармасы. Трамп пен Зеленскийдің кездесуі тым көңілді болған жоқ. Жасылбай керіштеген беді. Сопақ үстелдегі келіссөзден соң Тікебай шал баспасөз конференциясын күшінен қалтырды. Міне, мынаны өстіп аударып отырып, Вашингтон пост жаза алған сәтте мен Вашингтон посттың міне ең астына қараңыздаршы, 1 минут ago дейді. Мен 1 минуттың ішінде салдым міне. Вашингтон постты қайта сақ шолып отырып, мына мақаланы көрдім. 1 минуттың алдында жариялағанда дедім. Салдым, оқырсыздар. Екіншісі, Трамп сопақ кеңседегі даулы кездесуден кейін Зеленский мен баспасөз конференциясын өткізуден бас тартты. Бұл 2025 жылы Вашингтон уақыты бойынша 28 ақпан түскі сағат 1:44 кез. Президент Дональд Трамп жұма күні Ақ үйде өткен даулы кездесуден кейін Украина президенті Владимир Зеленский мен жоспарланған баспасөз мәслихатын тоқтатты. Кездесу барысында Трамп пен вице-президент J.D. Vance Зеленскийді ақштың Ресеймен соғысатын қолдау үшін жеткіліксіз ризашылық білдірді, яғни алғыс айтпады деп айыптады. Зеленский бейбітшілікке дайын емес деп жазды Трамп әлеуметтік желіде. Трамп Зеленскийдің Америка құрама штаттарын өзінің қадірлі сопақ кабинетінде құрметтемегенін және бейбітшілікке дайын болған кезде қайта оралуы мүмкін екендігін айтты дейді.
Сәлден кейін мен сіздерді Трамптың Truth Social'дағы жазбасы менен ресми түрде аударып отырып жариялаймын. Көрсетемін. Енді екінші жазба. Тағы да сол Washington Post'ың мақаласы. Президент Дональд Трамп пен Украина президент Владимир Зеленский жұма күні сопақ кеңседе қызу дауға қалды. Өйткені Украина көшбасшысы Ресейдің өз еліне қарсы соғысында Вашингтонның Киевті тастап кетуіне жол бермеуге тырысты. Бірақ Америка президентінің қатты ашуына тап болды дейді. Тағы да Washington Post'ың мақаласы. Ақ үй президент Дональд Трамп пен және Украина президенті Владимир Зеленскиймен жоспарланған бірлескен баспасөз мәслихаты тоқтады деп растады жоғарғы лауазымды шенеунік Washington Post газетіне. Трамп Зеленскийден сопақ кеңседегі шиеленіс кездесуінен кейін Ақ үйден кетуін сұрады дейді. Яғни Ақ үйден кет деді. Былайша айтқанда үйінен қуып шықты. Өте ыңғайсыз. Тағы да Washington Post. Сопақ офис отырысында журналистердің сұрақтарына егер Ресей іс жүзінде атысты тоқтатуды бұзса, бұдан кейін не болады? Дәл қазір басыңызға бомба түссеше жарайсыз, бұзса ше деген сұрақ болды дейді. Олар Байденмен қарым-қатынасын үзді. Өйткені Байден оны құрметтемеді. Олар Обаманы сыйламады. Олар мені құрметтейді деді Трамп бұрынғы президенттер Джо Байденге сілтеме жасап. Трамп Ресей президенті Владимир Путиннің онымен қарым-қатынасына байланысты атысты тоқтату келісімін құрметтейтініне сенімді екенін айтып, Путин менімен бірге көп қиындықты басынан өткерді деп қосып қойды дейді. Тағы да Washington Post'ың мақаласы. Киев президенттік кеңсеге байланысты сараптама орталығының украиналық сарапшысы Николай Билиескеп президент Дональд Трамп пен Украина президенті Владимир Зеленскийдің жүздесуін екі жақты қарым-қатынастардағы ең нашар сәт деп сипаттады. Егер Украина президентінің сөзі тура мағынасында естілмесе және нақты уақытта заңды мүддеміз еленбесе, біз осы әкімшілік кезінде ақш пен қалай өзара тиімді қарым-қатынас жасай аламыз деп айтты украиндық шенеунік дейді. Тағы да Washington Post. Киев Украина президенті Владимир Зеленский, президент Дональд Трамп және вице-президент Джиди Ванс арасындағы қатал сөздер украиндерді таңғалдырды. Украина мен ақш арасындағы мәміленің бұдан былай үстел үстінде болатыны белгісіз. Джиди Ванс, Зеленский және Трамп жанжалдасып қалды деп жазды Киев экономика мектебінің президенті Тимофей Млаванов X платформасында дейді. Енді ары қарай тағы да Washington Post, Washington Post газеті. Сопақ кеңседе кездесу кезінде президент Дональд Трамп Украина президент Владимир Зеленскийге сіздің еліңіз үлкен қиыншылықта деп ескерді. Trouble деген қиыншылық дейді екенбіз ғой. Сіздің еліңіз үлкен қиыншылықта деп ескерді. Бірақ Америка құрама штаттары Украинаға әлі де көмектесе алатынын қайталады. Зеленский жауап беруге тырысқанда Трамп көп сөйлеп қойдың деп оның сөзін кесіп тастады. Сіз мұны жеңе алмайсыз деді Трамп. Біздің арқамызда сіздің шығуыңызға мүмкіндіктер бар деді. Мәмілеге қол жеткізуге болатын болмайтыны белгісіз. Сопақша кеңседегі шиеленістен кейін Трамп журналистерге екі лидер әлі жеке келісімге келе алама деген сұраққа көрерміз деп жауап берді. Тағы да Washington Post'ың жазбасы. Украина президенті Владимир Зеленский президент Дональд Трамппен кездесуінен кейін жұма күні шығыс уақыты бойынша сағат 18-де Fox News арнасына шығады деп хабарланды. Онымен Бред Байер сұхбаттасады деді. Бұл Алматы уақыты бойынша түнгі сағат 4. Бірақ жасырары жоқ, мен Fox News'ты көрген жоқпын. Кәдімгі бүгін ана неге дайындалдық неді? Оразаға дайындалдық. Украина президент Владимир Зеленский сопақша кабинетте кездесу кезінде өзінің эмоцияларын бет әлпеттерінде көрсетіп, Трампқа қабағын көтеріп, мен Путинмен келіспеймін деп айтты дейді. Сосын мынандай бір пост жасап қойдық. Әттең Жасылбай Тікебай шалмен тіл табысқаның жақсы болар еді деп салып қойды. Сосын былай жазып қойды. Халық үшін қан жұтқан қайран Жасылбай-ай, саған қашанда құрметім бар деп былай жазып қойдық. Міне. Мына YouTube'те жазу жазатын жер бар, фото салатын жер бар. Соны мен халыққа үгіттеп үйрете алмай жүрмін. Жұрттың бәрі YouTube'ты ойлайды, тек видео салады деп. Видео емес, осындай жазуда жазасыздар. Көрдіңіздер ма?